Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге керек кеңес арнасы. Қолтықтағы жағымсыз иісті мына 3 әдіспен кетіруге болады. Оңай, тез әрі нәтижесі керемет. Денеңізден шығатын жағымсыз иіс сізді жайсыз жағдайға қалдырады. Оны кетіруден алдын шығу себебін анықтап алыңыз. Жалпы, жағымсыз иіс терлеудің нәтижесінде пайда болады. Себебі терлеу барысында бактерия көп бөлінеді де нәтижесінде қолтықтан жағымсыз иіс шыға бастайды. Оны кетіру үшін үй жағдайында мына әдістерді қолданыңыз. Гигиена сақтаңыз. Қолтығыңыз терлеген кезде ылғалды сулықпен, артынан құрғақ сулықпен сүртіңіз. Күніне кем дегенде бірнеше рет душ қабылдаңыз. 2-3 сағат сайын қолтығыңызды сабын сумен жуыңыз. Бактериямен күресіңіз. Бактерия ылғалды жерде қатты өршиді. Сондықтан терлеген кезде құрғақ сүлгімен сүртуді ұмытпаңыз. Алдымен қолтығыңызды түктен тазартыңыз. Киіміңізді жиі ауыстырыңыз. Мейлінше киіміңізді басқа киімдерге араластырмай, бөлек сабынмен жуған дұрыс. Жаман әдеттен арылыңыз. Темекінің иісі жағымсыз екенін білесіз. Сол секілді спиртті ішімдіктен де жұпар иіс аңқымайды. Сондықтан да жаман иісті денеңізге сіңдіріп алмау үшін барынша сақтаныңыз. Темекі шегуді, арақ ішуді доғарғаныңыз жөн. Су режимін сақтаңыз. Су – өмір. Сіз бір тәулік түгілі 1 сағат сусыз жүре алмайсыз. Сондықтан күніне кем дегенде 6 стакан су ішуге әдеттеніңіз. Бұл қолтықтан шығатын жағымсыз иісті жоятын қасиетке ие. Себебі су ағзадағы улы токсин мен шлакты сыртқа шығарып, бактерияның пайда болуына жол бермейді. Дұрыс тамақтаныңыз. Қолтықтағы жағымсыз иіске тамақтану мәзірінің де себеп болуы ғажап емес. Мүмкіндігінше құрғақ пребиотикке бай тағамды тұтыныңыз. Күніне 1 рет табиғи йогурт ішіңіз. Оған қоса жасыл түсті көкөністерді көбірек жеңіз. Ал майлы қуырылған тағамдарды, кофені шектегеніңіз жөн. Халық әдісі де қолтықтағы жағымсыз иісті кетіреді. Біріншісі алма сірке суы. 1 ас қасық алма сірке суды 1 стакан суға араластырып, ыдысқа құйыңыз. Басына сепкіші бар қалпақ кигізіңіз. Қолтығыңызға себесіз. Немесе мақтаны алма сірке суын малып алып, қолтығыңызға сүртесіз. Екінші әдіс ол ас содасы. 1 шай қасық соданы 1 шай қасық лимон шырымен араластырып, қолтығыңызға жағыңыз. Шамамен 2 минуттан соң қолтықтағы қоспаны жылы сумен жууға болады. Соданың жағымсыз иісті кетіретін қасиеті бар екені ежелден белгілі. Үшінші әдіс лаванда майы. Шағын ыдысқа 10 тамшы лаванда майын құясыз. Оған 2 шай қасық ас содасы мен 3 шай қасық жүгері крахмалын араластырып, бетін жауып қойыңыз. Ыдысты күн тимейтін салқын жерге қою керек. Шамамен 5-7 күннен соң дайын болған қоспаны қолтығыңызға жағыңыз. Емді күнде жүргізу керек. Антибактериялық қасиеті бар лаванда қолтықтағы жағымсыз иісті жойып, терлеуді тоқтатады. Күн жылынып келе жатыр. Көпшіліктің қолтықтағы жағымсыз иістен құтылу проблемасы деп айтуға болады. Осы әдістерді қолданып, қолтықтағы жағымсыз иістен құтылыңыз. Сіздермен бірге болған керек кеңес арнасы. Менің каналыма жазылып, тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар.